Ай, тамаша, класстастар, өте керемет. Ал баршаңызға қош келдіңіздер. Жастарыңыз құтты болсын, сіздерге де тойымыз той болсын. Бүгін 65-лердің тойы. Мәссаған ағаларымды қарашайшы. 60 деп шардыр болған күшті болды. Ал бірге тұрамыз. Бұл Armandaslar kayda, azaldaslar kayda, zamandaslar kardeşler kayda. Ay tamamsa, hazır mısın kalastaslar? Aman olmuşlar, koyda bulasın. Амырхан, Нариман, Ая, Баубек. Жиендер, әндер қандай керемет. Ағам мен әжем деп. Барша ағайын тума сіздерге рахмет. Кішкентай бүлдірушілердің өнері құрмет жатыр. Кел. Ала қойындар. Жайлап бөліп арасындар еме? Қаласмандар. Ай, молодец. Мына Аядан біздер керек. Баубекте қалыс қойды. Өздерінің бөліп арасындар жақсы ма? Ар жаққа бара қойдар. Қала. Баубек, Баубек'in өзі құттайды Баубек. Ал жайғасамыз отырамыз, құрметті ағайындар, көп рахмет, жиендерге рахмет, тойымызды көтермелеп жатқан. Ал құрметті меймандар, біз кешімізді жалғастырайық. Талас алыстары қандай күшті.
келіңіздер бір қатарға тұрайық, тойымыз той боласын. Ал құрметті ағайын, құдаларымыздай болсақ болса. Еш-жарық қадірлі той қонақтары, бүгін мынау құдамыз Айбекпен бірге сіздерді 60-ға толып құрдас болып тойлап жатырмыз бәріміз. Енді мен мынау шын ықылас ниетіммен жүрек жарды сөзімді сіздерге жеткізгенменен бұл сақталмай қалады. Сондықтан мен қағазға түсіріп, соны сіздерге оқып берейін. Қымбатты құда, уақыт қой мына уақыт жіп қылып бәрін тізген, иірген. Қашанда пенде атаулы уақыттың құлы. Тіршіліктің құм сағаты сырғыған сайын адамзаттың әрекеті дүниені жаңғыртатын кәдік. Өйткені жаны жайсан, тілегі ақ, пейілі кең, ниеті түзу адамдар Алланың алғысынан жаратылады деп жатады. Әр адамның өскен ортасы, отбасы кездерінің куәгері десек, соның бірі қадірлі құдамыз Айбек Мақбозұлы 60 жасқа толып отыр. Ерте есейсем, ер жетсем деп, арман құшағында өскен бозбаланың асқараны алпышасы, уақыт өткен сайын, уақыт деген әміршіге дауа жауап беру мойындағандай боласың. Қасиеті данадан, өсиеті данадан қалған, өнеге әкеден, ибә әдеп анадан, сыйластық санада жатып, өскен ұл мен қыз еңсесін еп қашанда. Ат құнына бергісіз ақыл болады, нұр құнына бергісіз нақыл десек, әкенің ақылын, ата-бабаның ақылын жастай өнеге тұтып, өскен жанның бірісіз. Әкеміз Мақбозұлы 90-ға толып, бұл қыздарының немере жиендерінің қызығын тамашалап, мәнді де сәнді ғұмыр кешуде. Сіз бақыттысыз құда. Тамырын әкенің анық бар қаны, таңдайыңды ананың уыз дәмі, 60-қа келіп тойлап жатыр ағайын. Аман болса 70, 80, 90-ға жетер әлі деген тілегім бар құда. Әулетіне қар жауса күрегі болдың, жел соқса тірегі болдың, қорықса қорғанысың, тарықса панасысың, зарыққанда саясы бола білген азаматсың. Маңдайға біткен ұрыс қамыраққа қонған бақыт береке, босағаңда қонақтасың құда. Қауыметтің қасығы, бұқара елдің азығы болар жасқа жеттің, жасың құтты болсын құда. Бір адамнан жаққан отынан 10 адам жылынар дейді қазақ бабамыз. Бар қазақ бауырым деп бауырларына мейірім керек кезде аға бола білдің. Ақыл керек кезде дана болдың құда. Осы адами қадір қасиет сізді уақытпен есептесуді, адам сыйлауды, өмірді сүйді, еңбекқор болуды, үлкен кішіге мейірімді, ел жұрттың бетіне ұялмай қарай алуды үйретті. Ендеше ой өлшемің терең, мінезі мінсіз адам екеу болса, бірі сенсің Айбек құда. Ер азаматтың аты жақсы болса бір бақыт, жары жақсы болса мың бақыт дейді бабамыз. Тамара құдаға екеуің жұп-жосылай ұрпақ өсіріп, бақытты да ғұмырды қызығын бірге көше берулеріңізді Алла тағала жаратушыдан тілеймін. Бірнеше әулетпен құдандалы болып, аралас-құралас, тату-тәтті ғұмыр кешіп, немере жиенді сүйдіңдер. Адамға бақытқа бастайтын бір құдірет, сөнбес шырақ тартылмас бұлақ бала десек, жұпар мен қауқарын жайқала өсіп, бір-бір шаңырақты шаттыққа бөліп ұрпағын өсіріп өрбітуде. Құдағай, денсаулықтарың мықты, өмірлерің бақытты ұзақ, көңілдерің көтеріңкі, тұрмыстарың сәнді де мәнді. Өнегелі болуларына шынайы тілектестік білдіреміз. Шынайы ниетпен Зәки Ахметжанның отбасы.
құрметті тойшыға құтты болсын. Айбек Құданың 60 жыл туған құрдастары 60 жастарын құтты болсын. Өздерің сау болсын, құрдастарың аман болсын. Ал Айбек Құда, Амара Құдағай, бүгінгі келіп жатқан мерейлі 60 жастарын құтты болсын. Дендерің сау болсын. Алла Тағала тек ұрпақ қызығын көруге ұзақ ғұмыр берсін деймін. Жапырақтарын жайлы берсін. Ауырмаңда сырқамаңдар. Көтеруіміз керек, сіздерді жүгіртіп, секілдіп елетпей, мен орта ойындамаңыздар жақсы ма? Бүгін енді орта буын болғаннан кейін, бүгінгі кешінің ойындарда сондай болады. Ортаға бір-бір әйел адам алып беріңіздер, бір-бір жұп әйел адам, албалар мықты бұл жерде. Қараөзен командасы дейді, осы біздің келсек, Қараөзен. Қандай боласыздар? Не деп айтады команда? Үш құдық дейді, ал дейді бұлда, үш құдық. Құрдастар командасына қосып қоямыз. Бізде бірінші әлемі арнамалы бөлу, жуан, қолын қоймай. Аралы бейін қойындарға ұстасамыз болды. Бұлай болады. Алып барымызға кейін шиылып, бір жерге тапса. 2, 3. Құрдастар молодец, қосылмай. Рахмет. Сіздер қалыңыздар. Сіздер үшінші орынға таласасыздар. Кен аға. Келіңіздер қарай. Нормально үшінші орынға таласасыз. Келіңіз. Молодец. Әнжеге тұрамыз. Үшінші орын алыңыздар аға, құтты болсын. Әнжеге тұрғандырыңыздарға подарок беремін. Ал, бірінші орын. Evet, 70 баста. Көктелік чемпион. Осылай. Рахмет, отыра беріңіздер. Екінші орын. Отыра беріңіздер, екінші орынға рахмет. Жеңіске деген жігер командасы келдіңіздер. Ағаларға подарок. Отыра беріңіздер. Ал чемпиондар қайда? Чемпиондар. Көктелік. Отыра беріңіздер. Көктелікке қосылай. Көктелік командасы өте мықты. Бүгін нағыз көктелікті той екенін дедік. Жеңістеріңіз құтты болсын. Қол соғып қошеметпен. Дастарханға. Командасы бір шолап қояйықшы. Той құтты болсын. Рахмет. Супер.
Өте керемет, сіздерге де 20 пой құтты болсын. Әзірге 2 Оппа Gangnam Style. бірге. Тамаша. Супер, өте тамаша. Сіздерге де 50 пай құтты. Өте керемет. 100 ұпай құтты болсын сіздерге, 100 ұпай. Рахмет. Мақта. Бірге. Тамаша, мықты. 100 ұпай құтты болсын сіздерге де. Бірге. Рахмет ағай, той құтты болсын. Айбек ағамды жаз құтты болсын, бір болсын қояш болсамыз бірге. Рахмет, Тамара апа. Менің 2 жаққа бөліп жарыстап атқан еш. Енді бұл жерде папа мама үрлемейді. Бұл жалпы енді қазақта мына шырақты үрлеп сөндірмейді ешқашан. Бұл енді қазіргі современный сән ғой, ортада шығу керек. Сондықтан балдар ғой, қызық қой сіздер. Келіндерді үрлей салыңдар деп. Мына балдар келіп жиыңдар. Бәрін бірге үрлеп сөндіріп тастай қойыңдар. Ал, қошын отырып қоямыз. Сөндір, үр. Рахмет. Ал, енді былай жасаймыз. Кішігірім ауыз тигіземіз. Рахмет. Айыбына сіздер қойыз апама. Рахмет. Мына 4 шиге бері салыз, бұл кісілерде қарап тұр ғой.
Рахмет. Ай, тамаша, қандай керемет. Өміріңіз осы торт сияқты тәтті болсын. Тек қана жасыл. Жаласа. Әлгідегі. Бұлар кімге? Жолдасы апамға да? Апамызға да? Айсамал апамызға. Әрине жолдасы бүгін ночьда сменде келермей қалып негізі келексіздігі осы студенттардың бәріне жаңаларын көргісі келіп көп тоғай сәлем айтып жатыр енді. Көп рахмет айбек болсын. Екеуміз осы бір күнде 20 жылда осы бір жылымыз біреуміз Құрманғали, біреуміз Жұмағалиевпіз. Екі ағайындан тараған. Алпысы доллар бағалды дұрсы. Айтамын біле ма? Таптай саламын. Жұмыс етсек қос. Нормально. Әлі етмесе тапатылашады қатырады екенбіз. Сіздерге жүзі бөлгені сылан шығармайды. Құтты болсын. Несе сошыға келмесін? Бақылашан, сөз бәттім кеткен, қос бір еді. Несе? Аға, аспа, аға. Мен қолғаларсың, еді? Қос қолғаларсың. Біріншілі, адамның камерасы жеңді. Қос олқы. Мерейлі жасым, жан әке, сағынышым, қуанышым, асқаршым. Тілейміз біз таусылмайтын төзімді, тілейміз біз сарқылмайтын сезімді. Денсаулығың мықты болсын, жан әке, құттықтайды ұл қыздарым өзімді. Өмір өзен, жақсылығын жалғасын, тіршілікте сәттіліктер қолдасын. Жанұямен мақтанамыз қашанда, арамызда сіздей әке ана болғасын. Бақ сыйлап, бала шаға сыйлар шағында, ақ папа нар биік нарымызда. Әкешім, 100 жасаңыз күліп ойнап, аяулы анашыммен жанымызда. Рахмет көп-көп. Ата туған күніңізбен жасқа тола беріңіз, ауырмаңыз, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Әже екеуіңіз бақытты өмір сүре беріңіз. Осы келген 60 жасыңыз құтты болсын, 100-ге дейін өмір сүреңіз. Ата туған күнімен жасқа тола бер, аман бол. Ауырма, денсаулыққа мықты болсын. Ата туған күн құтты болсын, денің сау болсын, жасқа тола бер, ауырма, 100 жаса, әже екеуің бақытты болыңдар. Ата туған күнімен жасқа тола бер, ауырма, дені сау болсын, 100 жас. Әкешім, анашым, бүгінгі мерейлі 60 жасқа біздер негізі көп ойланып жүр. Сыйлығымыз ретінде бірде барлығымыз ақылдасып ойлағанбыз, негізі Сарыағаш не деп, бұнымен өте алыс, сіздерді ондай жерге өздеріңізді жібере алмайды екенбіз. Бұрын кішкентай кезімізде алысқа жібермей, әрдайым осылай қасымызда болыңыздар деп айтқанда түсінбейтін едік. Енді қазір өзіміз сол үлкейдік па білмеймін, сондай бір қуанышта болғасын. Алысқа жібергіміз келмей, үйдің қасынан Нұрбергенге сіздерге путевка беріп жатыр. Мама екеуіңіз барып бір демалып келсеңіздер тойдан кейін деп. Соны қабыл алыңыздар. Ал енді қосылды.
Тамаша. Мен ешкімге бермегенім үшін, ешқашан жек көрмегенім үшін. Ал әкемізге, анамызға деген балаларының құрметі, Алла бұйырса жақсылап тұрып осыны тамаша өзіміздің мақтанышымызға айналған нұр берген шипажайына барып жақсылап тұрып демалып келіңіздер. Жасай берсін қазақ елі, баршаңыз үлкен рахмет. Мінге қазақтың киімін айналған ескендір Қазанғали атамыздың адам екенін бірге шыққан жатқандарыңызға үлкен алғыс артағандар. Ал, басылайық, дастарханға отырайық. Бүгінгі қуаныш. Құрметті құрдастар, айттық қой басында алтынай уақыттарыңызды бөліп бізге келгендеріңізге көп рахмет айтамын. Сонымен бірге алыстан, анау Қызылқоға ауданының Атыраудың келіп жатқан құдағайыма көп рахмет. Менің жұбайымның ағалары, жастарына қарамай, үлкен болса да жолдың ауыстығына қарамай келіп жатқандарыңызға, қайнағанымызға, жеңгемізге көп рахмет айтамын. Енді құдаларымызға, енді осындай шумға шыдап, тойдың аяғына дейін отырып жатқан сіздерге көп рахмет. Гүлбану құдағайыма алыстан қалдан келіп жатқан көп рахмет айтамын. Сонымен бірге тойдың басында айтып өттік қой енді. Менің 15 жасында техникумға оқуға барып, осы кісілердің қасында болғаныма куәлік еткен осы ағаларымыз, апаларымыз, әлі күнге шейін жастары 60-тан асып, 65-70-ке жақындап жатса да, артында енді біздер 60-та болсақ да, әлі күнге шейін осы інім қайдасың, барсың ба деп звондасып қояды. Атыраудан келген ағамыз, Баден деген. Телефонда алғанда, бала, қайдасың сен деп, телефонда бір ұрысып қоятын бар, әлі күнге шейін ұрысып қояды. Ризамыз енді, қуаныштымыз, жаңа айтып атырып қояды. Әлі күнге шейін осы кісілердің қуаныштарын бөлісіп, енді той-тыртықтарын бәрін бірге бөлісіп, біргеміз енді. Сыйластығымыз жағынан болсын, ары қарай жалғасай берсін, аманшылықта болайық. Тастамбекке көп рахмет, нағашыма, достарым, сіздерге сөйледі. Мараға мен енді бажаларым, келіп отқан қайын жұптарым, жаңа атырқан балдызым, көп рахмет енді. Алтын уақыттарымды бөліп, Атыраудан келіп осы бажамыздың 60 жасы мерейлі тойы деп уақыттарыңызды бөліп жатқандарыңызға алғысымыз шексіз енді. Құдашамыз, көп рахмет. Мен аппақ желім, көп рахмет. Енді Нарада енді мен туғандарым жаңа келіп енді қолпаштап жатқан нағашыларым жаңа айтып жатырмын. Сіздерге көп рахмет. Сонымен бірге тоғанның арасында
көршім жаңағы келгенде қара жерге жер тігіп үй болып бірге тұрғанымызға қазір 25 жыл деп жатырық сыйластығымыз алға бола берсін аманшылықта болайық досым Мырысқали Астанадан келіп отырған ана тұрып жүресіз рахмет көп Гүлмира екеуіне енді достығымыз ұзағынан болсын қартаймайық ары қарай осылай тойлап жүре берейік енді нағашымызға көп рахмет жеңгемізге асығып бара жатқан жерде тоқтап қалыпты жеңгем ойланып қалған сияқты бәріңізге көп рахмет енді міне енді жаңа айтып отырмық қой осы қалада енді совет үкіметі құрғаннан кейін енді әркім әртүрлі еңбекпенен нан табуға кіріскенде осы базар ашылып елірісі сол базарда жаңа айтып өтті жігіттер 20-да Біз үшін барды бердің рахмет әке Үлгімсін мәңгі менің асыл әке Асқары биік қыраным Рахмет ана Сыйының барлығы үшін рахмет ана Әлемнің жарығы үшін алтын қақпа Өзіңсің менің жұмағым асқан мейірі көңілі қандай ана деген мәңгі екен сенің пейілің сәбиім боп қала берем өмірге қадам басқаным өзіңнің әке өсиетін жолымда сенің бастауын тұрады мәңгі қасиетін алғысым шексіз сіздерге рахмет әке біз үшін барды бердің рахмет әке үлгімсің мәңгі менің асыл әке асқары биік қыраным рахмет ана ана әлемнің жарығы үшін алтын қақпа өзіңсің менің жұмағым келген таңда байлығым бағым таймаған биікпін мен сендер барда алғысым шексіз сіздерге рахмет әке біз үшін барды бердің рахмет әке үлгімсің мәңгі менің асыл әке асқары биік қыраным рахмет ана сыйының барлығы үшін рахмет ана әлемнің жарығы үшін алтын қақпа өзіңсің менің жұмағым